Тоқта досым, дәл қазір мен саған неге тек анализ бен индикаторлар жұмыс жасамайтынын дәлелдеп беремін. Сондағысы 5-10 минут уақытыңды бөл. Ең алдымен теханализ жалпы қалай жұмыс жасайтынын есімізге түсірейік. Теханализ ол по сути фигурные паттерны, дұрыс па? Фигурные паттерны. Жақсы, егер де сіз до этого ролика бірнеше курс сатып алсаңыз, немесе өзіңіз изучать етіп көрген болсаңыз, оның ішінде интернетте іздеген кезде сіз как раз таки осындай фигуралармен сіз кездесетін едіңіз, дұрыс па? Скорее всего. И даже так, курс алмасаңыз да, просто во время изучения біз интернеттен осы ақпараттарды тегін таба аламыз. Ондай болса, сіз неге бұл ақпараттарға 500 мың миллион теңге төлеуге дайынсыздар? Осы сіздерге жақсы сұрақ болсын. Енді, ең алдымен, давайте, қараңыз, ең бірінші сурет, осыларды қарап шығайық. Жалпы айтқан кезде фигурный анализ. Получается, сіз просто вымпел прямоугольник, треугольник, там просто нарисовали по итогу, да? И получается, сіз өзіңізге сұрақ қойыңызшы, баға неге дәл осылай қимылдау керек? Баға неге дәл осы алгоритм бойынша жұмыс жасау керек? Неге сіз именно осылай позиция ашуыңыз керексіз? Стоп-лосс болса, бұны қалай түсіндіріп беруге болады? И баға жалпы қалай қимылдайды? Осы сұрақтың біреуіне болсын жауап бар ма сізде? Жауап жоқ. Почему? Потому что біз жай ғана фигурамен торговля жасап жатырмыз. Бұның әрқайсысы сізге ешқандай ақпарат бермейді. Теханализді без понимания контекста price action бойынша бессмысленно использовать, потому что сізде риск огромный болады. Өйткені контекст может отличаться от таймфреймнан. Өйткені мульти-таймфрейм құрылымы бар бізде в целом. Именно поэтому көп трейдерлер, особенно новичоктар, ақшасын в основном жоғалтады, потому что олар осындай нәрсеге соқтысады, осындай нәрсе бойынша торговля жасайды, өйткені оларға ең қарапайым ақпарат керек, ең оңай түр керек торговля бойынша, а ол ондай болмайды. Обязательно сіз түсінуіңіз керексіз, баға қалай қимылдайды, баға неге былай қимылдайды деген секілді сұрақтарға полностью сізде жауап болу керек. Ешқашан былай торговля жасамаңыздар. Енді давайте қазір мен скриншот жасайын и в целом обсудим осы моменттердің барлығы. Ал енді қарайық. Фигурный анализіміз бізде реально нарықта қалай жұмыс істеуші еді. Да, мы не понимаем контекст, скорее всего, потому что біз торгуем по теханализу бойынша. Енді бізде тренд восходящий, условно говоря, айтайық. Тренд битіп келе жатыр бізде. И бізде не болып жатыр? Давайте я чуть красивее нарисую. Енді бізде дәл осындай ситуация болып тұр. И біз мына жерден лонг позиция ашқымыз келіп тұр. Ал бізде, во-первых, эквилибриум, то есть зона интереса дискаунт диапазоны бізде мына диапазонда орналасқан. Яғни осы диапазоннан біз, во-первых, лонг позиция қарастыруымыз керекпіз. Это основное правило. Во-вторых, скорее всего, мына жақта болған зона интересадағы ордер блоки, mitigation, брейкер блоки, имбалансы, да, как раз таки по алгоритму, как раз таки доставки цены бізде дискаунт диапазон ішіндегі пой болу керек. Ал бізде мынандай қандай ситуация болып тұр? Бізде то, что не болып тұр, равные лои. Видите, бір уровеньге біз 3 рет соқтығысып тұрмыз. Егер де біз бір уровеньге бірнеше рет соқтығыссақ, бұл бізде не білдіреді? То, что ол жерде повышенная ликвидность, повышенный стоп-лосс, яғни теханализ торговля жасайтын адамдар осы жерден осы уровеньді сопротивление ретінде санап, лонг позиция ашушы еді әрқайсысы. Потому что олар осы жерде менде сопротивление деп лонг позиция ашады. Соответственно, мына жақтағы насаживают как раз таки теханализ трейдерлерін. И, соответственно, осы жерде бізде ликвидность өте көп жиналады. Ал біз білеміз то, что крупный игроктарға как раз таки ликвидность это основной источник, как раз таки цель крупных игроков. Именно поэтому бағаны қазір қалай қозғаушы еді негізінде нарық. Әрине, ол кезде, бұл кезде біз кем дегенде вот как раз таки осы ликвидность жинап болып барған соң ғана трендті жалғастырушы едік. Логически ойлаңыздаршы, крупный игрокқа маркетмейкердің мақсаты ликвидность жинау. Потому что егер де олар қатты барлық объеммен кіріп кететін болса, во-первых, у них сразу из-за большого спроса и предложения убыточная позиция ашылады. Ол болмау үшін оларға ликвидность жинау керек. Яғни нарықпен манипуляция жасау арқылы ликвидность жинау олардан мақсаты. И әрине, бұны жасап жатқан себебі манипуляция ретінде бір уровеньге көптеген трейдерлерді насаживают, чтобы ол ликвидность жинап, тренд бойынша жалғастыру үшін, чтобы посадить осы диапазонға крупного игрока, он ақшасын как раз таки. Поняли, да, теперь? Получается, сіз на жерде стоп-лосс тайсыз, тренд бізде жалғасады. Вот в чем прикол. То, что осы жерде сіз 100% гарантированно стоп-лосс тайсыз, прям гарантированно. Енді мына жерді қарайық. То же самое почти мына жерде де.
То есть біз не көріп тұрмыз, то что бір уровеньге 3 рет соқтығыстық, мына жерде бізде тағы да соқтығыстық. Боковое движение бізде всегда основывается на манипуляции, то есть распределение, как раз таки это аккумуляция, дистрибуция секілді ғой, былайша айтқан кезде, да? Поняли? Надеюсь, вы это знаете. Или кем дегенде по девиациям, по снятиям максимума или минимума ренжа солай отторговать етуіміз керекпіз біз по смарт-мани. Но біз мына жерде не көріп тұрмыз? Біз көріп тұрмыз то, что просто пробитие болады, лонг позиция ашасың дейді. Это во-первых. Во-вторых, мына жерде көріп тұрсыз ба, огромный диапазон сіздің стоп-лосс тұратын жерде. Сіздің риск ревардыңыз өте төмен болады. 1 к 1, 1 к 1,5 болушы еді примерно. Риск ревард бойынша, риск менеджмент бойынша ол өте нашар показатель на самом-то деле. Олай позицияға кіру вообще не рекомендуется. Кем дегенде там 2,5-нан жоғары процент за сделку по риск ревард бойынша ұстауыңыз керексіздер. 2,5-3 минималка, 3 риск ревард ұстаңыздар, сол кезде будет вам счастье. То есть біз мына жерде түсініп тұрмыз, то же самое, да, тренд восходящий, контекст бойынша біз всегда должны протестировать сперва зону интереса. Давайте более красивее нарисую. То же самое, зона интереса, дискаунт диапазоннан. Бізге маркетмейкерге по-любому гораздо интереснее сперва собрать ликвидность и продолжить восходящее движение. Таким образом, екі жақтан ликвидность жинайды, все, маркетмейкер сделал свое движение, сделал свой ход, все. Это его цель. И мына жерде көрсетілген как раз таки фигурный анализм барлық почти полностью отрицает понимание ценообразования. Полностью. Абсолютно. Только флаги немножко вот можно использовать, но и то контексты хотя бы немножко түсіну керек, чтобы его тоже грамотно использовать. Осы моменттерді сіз обязательно түсіну керексіз, байқау керексіз. Достар, бәріне сәлем, тағы да бізде де обучениеміз бар. Қазіргі кезде біз ең алғашқылардың бірі болып Қазақстанда Smart Money Price Action үйрете бастаған болатынбыз. Қазіргі кезде біз 1 жылдан астам уже опытымыз бар. Бұдан бөлек 70-тен астам оқушымызды оқытып шықтық. И біздің обучениемізге жалпы не кіреді? Ол минимум 40 күн обучение, 20 видеороликтар орысша немесе қазақ тілінде, 300 плюс страниц методичка, то же самое қазақ немесе орыс тілінде, и обязательно проверка домашних заданий. Бұдан бөлек сіздерге бізден басқа тағы да обучение сатып алудың керегі болмайды. Яғни не нужно будет покупать больше обучений. Почему? Потому что сіздер біздің арқамызда не только Smart Money Price Action'ды түсініп шығасыздар, но и полностью теханализ, қалай жұмыс жасайды, неге жұмыс жасайды, қай кезде жұмыс жасайды, қай кезде жұмыс жасамайды, полностью түсініп шыға аласыздар. Бұдан бөлек то же самое индикатормен қайсысын қолдану керек, қайсысын қолданбау керек, жалпы қалай жұмыс жасайды. Яғни біз, получается, Smart Money Price Action, индикаторы и теханализ полностью сіздер төртеуін де игеріп шыға аласыздар. Далее, индикаторы. Индикатор жалпы есімізге түсірейік, қалай жұмыс жасайды. Қалаған индикатор бізде историяда жұмыс жасайды. Яғни индикатордың барлығы бізде именно историядан пайда болады. Ал история, это как раз таки қазір көрсең, индекс относительной силы RSI. Бір ролик байқап қалдым, бізде Қазақстан желісінде жүрген там WeWeb, RSI, бұл индикаторлер жалпы әлемге өте көп миллиард ақша пайда алып келген деп, осындай серьезный тілмен айтады. Но на самом деле RSI это обычный, просто объемный индикатор. Объемды көрсетеді, где у нас было повышенный объем, где у нас было чуть поменьше деген секілді, да. Это не прям золотая граль емес сіздерге сразу ақша алып келетін. Ни в коем случае ойламаңыздар. Енді қарайық, давайте еще не қосайын. EMA қоса салайын, да? Ой. Қазір 1 минут скользящая средняя. Там осын қосып қойсам болады, сразу, чтобы барлығын көріп отыру үшін, да, әрқайсысын настраивать етіп, отдельно қосып отырғанша, осыны бір рет қоссаң жеткілікті. Осы бойынша өте көп стратегиялар там туда-сюда құрылып жатқан. Но, ребята, есімізге түсірейік. Индикатордың барлығы бізде историяда пайда болған графиктің қимылынан, ценообразованиесінен жасалынады. Яғни баға бізде қалай қозғалды в прошлом, соған байланысты ақпарат бар ғой бізде бағаның қозғалуын как раз таки цифры. Сол цифралар арқылы как раз таки индикатор құралады. Именно поэтому индикаторы прошлыға қараған кезде, именно историясын қараған кезде идеально қимылдайды, прям идеально. А в настоящем времени индикатор ешқашан идеально қозғалмайды.
прям ешқашан қозғалмайды идеально. Почему? Потому что, допустим, да, условно говоря, кіші таймфреймге кірдіңіз деп айтайық. Давайте бір басқа нәрсені аша салайыншы мен. Дотты аша салайын. И қарайық. Давайте, вот здесь у нас компрессия болып тұр. Ну, ликвидный жиналып тұр, екі жақтан да вымпел болып тұр, там по теханализу, да, и так далее. Енді, RSI бойынша біз қарап отырамыз, ойбай, бізде мына жерде қазір, ну, неинтересная ситуация болып тұр, конечно, на RSI бойынша, потому что объемы нормально, у нас накопление болып жатыр в этом диапазоне. Соответственно, просто қараңыздар. Историяда индикаторлар всегда идеально көрсетеді, ал в реальном времени никогда сізге идеально көрсетпейді, потому что ол диапазонда просто RSI может колбасить, допустим, потому что на жақта история емес уже, потому что это настоящее. Историяда идеально будет, а в настоящем времени, допустим, да, вот условно говоря, так, с плайцем болады екен сіздерге, баға өте қатты тез өсіп жатыр. RSI то же самое өте қатты тез өсіп жатыр. На жақта бізде перекупленность болып тұр. Там 80-ге келіп тұр примерно. Ал баға кішкене коррекция берді, там дальше өсіп жатыр. Перекупленность просто кішкене уже дальше жаймен өсіп жатыр. То есть бұрынғыда тез өскен жоқ былай, а вот по чуть-чуть өсіп жатыр уже на жерлерде. То есть примерно вот осылай. Жаймен өсіп жатыр. Ал баға мына жақта ұшып бара жатыр. И сіздер ойлауыңыз мүмкінсіздер, мына жерде бізде тут перекупленность болып жатыр, ойбай шорт позиция ашайық дейсіздер. Ал баға мына жерде жай қимылдап жатыр. Понимаете, о чем я? То, что баға может продолжать свое восходящее движение, өзінің восходящее движениесін жалғастыру мүмкін. Ал мына жерде перекупленность болып тұра береді. Он не изменится. А когда оно изменится, когда баға уже коррекция береді, кішкене уақыт өтеді, история построит свой график уже новый, да, как раз таки уже более детальный ақпарат пайда болады ғой бізде. Сол кезде баға идеально как раз таки өзінің пайда болған RSI-дағы индикатор значенияларын көрсетеді уже идеально қылып. Почему? Потому что бізде барлық движение уже исполнено. Именно поэтому в настоящее время, вот, дәл қазіргі уақытта индикаторлар в настоящем времени никогда вам не покажут вам настоящих как раз-таки полезных, так скажем, ну, знаний, факторов вам не дадут конкретных, вот честно, солай айтайын. Вот. Ал мынау не, допустим, менде де қазір индикатор қосылып тұр. Это что за индикатор? Отдельно, вот, қазір көрсете салайын. Мына индикатор не жалпы. Бұл optimal trade time, оптимальная зона, оптимальное время для торговли. Потому что бұны именно біз қолданамыз Форекс нарығында. Өйткені Форекс нарығында бізде межбанковская доставка бар ИПДА бойынша. Обязательно оны білуіңіз керексіздер. Банктер қай уақытта жұмыс жасайтын білуіңіз керексіздер. Потом ланчтайм бар. Банктер как раз таки да қай кезде обедке шығады. Дұрыс па? Ол кезеңде біз торговля жасамауымыз керекпіз, дұрыс па? Но это логически. И осындай моментте как раз таки осы индикатор сам настраивается, да, и бізге подстраивает. Осы моментте торговать можно. Деген секілді бізге просто ақпарат. Негізінде бұл ешқашан өзгермейді. Бұның значениесі ешқашан өзгермейді. Это и остается. Бұл историядан пайда болмайды, если что. Бұл просто біздің уақытымызге байланысты осылай жанып тұрады. Мен просто, допустим, оны максимально скрывать етіп тастаймын мен астына и просто қарап отырамын. Не болып жатқан и все. Болды. Бұл маған ешқандай ақпарат бермейді. То есть қазіргі кезде Нью-Йоркский сессияда торговля жасағанға жақсы уақыт. Все. Осы ақпаратты береді маған мына индикатор. Сессии мен қолданатын то же самое. Маған историядан ешқандай ақпарат бермейді. Просто банктер, допустим, азиатская сессия. Азия как раз таки олардың банктері қай уақытта жұмыс жасайтын көрсетеді. Франкфурт, Лондон, Нью-Йоркская деген секілді да, и осы арқылы килзоналар, доставка цены, осылардың барлығын біз уже учитываем. Просто көзге ыңғайлы болсын деп. Чтобы не отмечать қолмен, там, осы диапазон бізде Лондон басталып жатыр, там, істеп отырудың керегі жоқ, условно говоря. Болды, ешқандай индикатор абсолютно керек емес. Все. То же самое, есіме түсірейікші,
Есімде болады то, что smart money концепт бойынша какой-то бір индикаторлар пайда болған. Ол индикаторлар таймфреймді не учитывают, контекстті не учитывают. Яғни старший таймфреймде бізде нисходящее движение болып жатса, младший таймфреймде чоч босс чочты өзгере береді ол жерде. Абсолютно. Из-за этого люди там ошибаются. Сол как раз таки индикатордың кесірінен өте көп ошибка и стоп-лосс ұстайды. То же самое неправильно, часто неправильно, невалидные supply, demand диапазондарын отмечать етіп қояды. Олардың барлығы невалидные в основном. Да, просто новичку, чтобы привыкнуть, можно, но в целом использовать не стоит.